Ассалаумағалейкум достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен бірге мен Ералы және Қазақстан тауық бағу каналы. Каналда көп видео шықпай кетті. Оның себептері бізде оқу жылының бітуіне быжып жазып отырық, содан қол тимей кетті видео түсіруге. Содан бүгін сіздерге бір видео түсіріп тастайын деп тұрмын. Өзім жаңалықтарымды айтып, енді бүгінгі күннен бастап видео күнде шығатын болады. Енді қазір сіздермен бірге тауық қораға аттанатын боламыз. Жалпы өздеріңіздің құстарыңыз қалай? Жұмыртқа туып жатыр ма? Алып сатып жатсыздар ма? Жалпы қалдарыңыз қалай? Мен халім жақсы. Бірінші жаңалығымды өзімнің Ухейлу породам құсымнан бастасам деп тұрмын. Ол құсым мына жерде тұр. Міне қазір көрсетем. Қазір көрінбей тұруы мүмкін. Бүйтіп көрсетейін. Міне Ухейлу породасы, әтешімен тауығы, семейка. Бұлар менде осындай отдельный помещениеде тұрады. Әтеші отдельно сатып алдым. Тауығын маған бір аға берген. Таныс аға берген. Содан кейін біз осы жерде тауық қораның несін аяқта біз үстіп қосайын деп едік. Прогулочный соң қостық. Бірақ та оны қосқанымен де осы жерде бізде мына жерде бір күрік тауық, мына жерде бір күрік тауық, мына жерде бір күрік тауық. В общем, 60 балапандай болған, 60 балапан 30-ын ана жерден кіріп итше қойдым. Бұл жер ол кезде қазылмай тұрған. Біз осы недавно қаздық. Ол кезде мына жерде шифр тұрған да. И потом мына жақта құм тұрған естіп, мына жақта шифр тұрған. Ана ит мына жақтан кіргенде, секіргенде, осы жаққа түскенде 5 балапан тірідей жеп қойған. Ал қалған балапандардың басын бұрап, в общем, өлтіре салған ғой, ойнаған. Сол бірінші жаман жаңалық. Енді қазір осы жерді жасайтын боламыз, мына жақтан наращивать етіп, сеткамен обшивать ететін боламыз осы жақтарды, мына жақтарды. Және осып, мына жақта бізде былайына шифр кеткен. Міне мына жақтында шифр бар, осы жағында шифр бар. Осыдан тағы шифр алып, үстіп қосамыз. Сол енді 30 өлген балапанның породалары 10 домашний, және де 10 кахинхин, мраморный, белый. Сол. Потом брама, светлая, палевая. Бізде аспан өте әдемі болып тұр. Осындай қып-қызылы болып, прям күшті болып тұр, әдемі болып. Бағана ар жағы әдемі болып тұрған. Ояқты мен фотоға түсіріп алдым. Қазір осы жаққа шығатын болады. Міне, көрінші. И мына жағы тоже әдемі болып тұр. Тауық қораға өзіне келетін болсақ, әрине өзгерістер бар. Қазір фонарим жағайын. Мына жақта ит жегеннен кейін біз қораны до конца аяғына дейін бітірейін деп ойладық та. Балапандардың бәрін мына қораға қостық та. Ана жолғы видеода осы жерден отсек есік жасадым болатынбыз. Сол есікке мамаларын өздерінің күрік тауықтарын жібердік. Мынау кішкентай балапандар, адлер балапандар мен кучинский билейный балапандар. Және қораны балшықтадық. Қазір светің қосайын. Өйстіп қораны балшықтадық, жылығып. Мына жаққа аккуратный насест жасап қойдық. Мынау 55 күн болған балапандар. Кучинский және домашний балапандар. Мынау брама, өзім тұқымынан шыққан брама. Гибрид дейді ғой сол. Осы қораны үшін балшықтадық. Қазір көрсете кетем. Өйстіп балшықтадық. Және мына жақта брудер.
сол осындай брудер. Ішінде балапандар бар. Инкубатор алғанбыз, оны түсіре алмадым. Енді осы 1-2 күнде инкубаторда түсіретін боламын. Вот. Мынау сол инкубатордан шыққан балапандар. 9 мамырда күні шыққан балапандар. Бұйыртса инкубаторын сіздерге ертең түсіремін. Міне, бұл балапандардың породасы Ломан Браун. Қазір сіздерге ашып көрсетейін. Сулары бітіп қапты. Осы. Міне, брудер 100-150 балапанға рассчитанный. Үлкен тауықтар міне. Не осы үлкен тауықтар. Міне мамалары, жаңағы күріктердің бұларды отделять етіп тастадым. Жаңағындай гнездо жасап қойдым. Ар жағында жатқан өтірік жұмыртқа. Мынау менің белый кох, светлая брама, белый кохинхин. Домашний, адлеровский серебристый, гибрид. Күрік тауықты да алып тастап едім. Бұл бірақта осы бұрышқа жатып алады. Астында ешқандай балапан жоқ. Бұның жатқан себебі мына жерде бұның балапандар өстіп отырып алады. Анау ар жақ есіктен өзінің балапандарына қарайды. Сол жалпы біздің халіміз жаман емес, жақсы. Конечно, обидно, тем более біреудің иті емес қой. Өзіміздің ит жеп кеткені. Өзіміздің көстем қай ит жеген. Міне мына ит жеді, Таймас деген. Өттіріңдір ойын. Общем, осы ит жеп кетті. Балапандарды. Сол. Енді бүгінгі күннен бастап видеолар шығады. Ертең ала берсе тағы да бір видео шығады. Комментарияға жазып кетіңіздер, сұрақ болса, өзіңіздің құстарыңыз қалай, соны жазып кетсеңіздер болады. Жарайды. Амандықта жүзгенше. Ассаламу алейкум.